мен. Басқасы қайда қосылмай жатыр ғой. Что-то интернет ұстамай тұр. Или бізде, или сіздер жақта. Бізде апай, мен барлығын құрал саймандарын дайындап қойдым, что-то непонятно. Менде де, бізде де Wi-Fi ғой. Үйде Wi-Fi бар, бізде интернет бар. Что-то почему ұстамай тұр, иә? Көз тиіп жатыр да, апай, наверное, көз тиіп жатыр. Иә. Айтпаңыз. Апай, көргенге өте қуаныштымын. Осылай бір ауыз сөзіңізді тастамай, кеше апай осылай эфирге шығуға қарсы емессіз ба дегенде қолдап, үнемі аналық ешкімізді беріп жатқаныңызға үлкен рахмет айтамын, апай. Енді кеттік. Бірінші апай, қысқаша мен өзімді барлығы біледі, Нұргүл Саясатқызы, Демонстрейшн оқу орталығының негізін қалаушылардың бірі. Енді біздің Ахметжанов Мади деген студентіміздің ата-анасы, апайымыз, өзімнің анам сияқты. Енді апай, өзіңіз қысқаша таныстырып, Демонстрейшн деген кім, Нұргүл Саясатқызы деген кім, сіздің қаншалықты сеніміңізді ақтады. Қазір көптеген компания бар, оларға неге сенбей маған тапсырдыңыз, бірне алдандыңыздар да, өздеріңіздің басын кішкене келеңсіз оқиғалар өтті. Қысқаша анығын компанияның атын атап түсін істемей ақ қойыңыз, бірақ ата-аналарға қандай кеңес берер еді? Бізге балаларын жіберсе, сенімді түрде мен жауап бере аламын. Өзінің ісімді қаншалықты атқарамын, осы сұрақтарға жауап берсеңіз, көңіліңіз тола ма, бала айтады ғой, оқып жатқан университетінен кеттік апай, мен комментарияларды өшірем. Сол себепті апаймен эфир қатпады. Тек қана эфир сақталады міндетті түрде. Кеттік апай, бастаймыз. Мен өзім таныстырсам, Ахметжанов Мадиярдың анасымын. Есімім Сыдыкова Мейрамгүл Каниевна. Өзімнің мамандығым мұғалім, бастауыш мұғаліммін. Біз әрине, баламыз енді биыл 11 бітірді, 2019 жылы 11 бітірді. Сол жылдары біз енді қайда барады? Біз негізі Казгуге түсіреміз деген ойымыз болған. Өзі жақсы оқыды, балам жаман емес. Ол өзі шетелде оқығысы келді, именно Түркияда. Одан ол фирмалар іздедік сайт арқылы. Содан әрине бір-екі фирмаға бардық, енді осы екіншісіне тоқталғанбыз. Енді атын атап түстемей қойын о фирманың. Әрине оған оңай ақшамыз кеткен жоқ. Ол әрине ақшада оңайлықпен келмейді. Баламыздан аямаймыз, бірақ не нәрсенің қадірін білу керек қой адам деген. Алданып қалдық. Одан кейін осы қыста Мадияр звондады Түркиядан. Осылай мама, мен Сакараяға ауысатын болдым. Нұргүл апай деген бір апай бар екен, сол кісі біреу арқылы таныстық, сөйлесті деген. Танысқанда ол баламды сізді көрмеді ғой. По телефону ол бәрі болды, иә. Ойбай, ол қалай болады? Енді біз жүрегіміз шайылып қалған, енді адам деген алданғаннан кейін бір рет аузы күйгеннен екінші рет үрлеп ішеді деген тағы да қорқты. Ойбай, ол қалай болады? Ол жақ қорып сандалып қалмайсың ба? Енді құрсын осын оқи бересің ба деп едік. Жоқ, мен ол кісі сенімді кісі екен, мен барамын деді. Жарайды деп келістік. Біз әрине баланың көңілін қайтармадық. Содан кейін әрине сізге рахмет. Жақсы болды. Сакараяға оқуына көңілі толады. Томер өте жақсы. Өзіңіз Мадиярдың результатын білесіз, қалай оқып жатқан, өзіңіз енді ол сізге аян енді. Жақсы, сізге өте ризамыз, Нұргүл Саясатқызы. Сізбен жұмыс жасасын, елдер. Фирмаға емес, тек қана осылай жеке. Әртүрлі түсініп берілді. Бірақ аяғында біз алданып қалдық ол фирмаға, көрдіңіз ба? Ол мен сияқты алданбасын деп басқа ата-аналарға ескертерім. Жеке осындай Нұргүл Саясатқызымен танысып, енді 32 тістен шыққан сөз 32 рулға тарайды деген. Әрине осы болса айта берсек, сіз туралы көп адам естіп біледі деп ойлаймын. Сіз енді көп көмектесіп жатсыз балаларымызға. Сіздің жұмысыңыз алға баса берсін. Табысты болсын еңбегіңіз. Еңбегіңіз жемісін көріңіз, жұмысыңыз табысты болып. Сізге жолсын, неғұрлым адамдар. Сіздің жұмысыңызға да, жолыңызға да ақ жол тілеймін. Мен сияқты адамдар алданбасын. Алданбасын, ата-ана деген әрине бәр бала үшін аяға жиған терген шашамыз. Бірақ оның результаты болса дейміз де біз. Результат болса дейміз. Бірақ сізге жолыққалы өте жақсы. Балам, Сакараяға көңілі толады, оқуына да, сізге де, сіздің жұмысыңызға да өте тамаша. Енді осы менің 32 тісімнен шыққан сөз 32 руға тарайды деп ойлаймын. Елдің бәрін Қазақстандарға да. Мен өзім де мына жақта айтып жүрмін. Сізге реклама жасап жатырмын әрине. Айтамын, сол таныстарым сұрап жатса, неге шетелге, бірақ қазір енді коронавирустан кейін кішкене қорқып қалдым ма білмеймін. Бірақ енді әлі де ашылады ғой жол бұйырса, Алла бұйырса әлі де болады.
бұл қиыншылықтан да өтіп келе жатырмыз. Бұйырса енді көбі кетіп азы қалды. Шыдаймыз. Өтеді. Сізге реклама жасап жүрмін. Нұргүл Саясат қызы. Бұйырса, сіздің шәкірттеріңіз көп болады деп ойлаймын. Естілмей қалды. Естілмей тұр. Түк естілмейді. Не слышно? Менің даусымды ести алдыңыз ба өзі бәрін? Жеті маған естілмей қалды сіз даусыңыз. Естілмейді. Естілмейді. Ура. Әрине. Иншалла, енді осы уақытқа шейін алғыс алып тұр ма? Естілді. Мәссаған. Әрине. Бір сағат, например, Рауанның мамасы мен Фаридың мамасын бір сағат көрдім. Рауанның мамасын өміріне 2 рет көрдім. Бірақ сеніңізді ақтай алдым ба, апай? Әрине, ақтадыңыз. Көрмесем де сендім мен. Қыз бала болғаннан кейін енді қыз балалар көбіне айтып, қыз балаға сене жатамыз ғой, әрине. Қыздың жүрегі жұмсақ болады. Қыздың жүрегі жұмсақ. Қыз деген өзі пайғамбарымыздың бір қызы болған екен дейді. Қыз баласын ұлын отырғызып қойып, қыз баласына айтады екен, сен осы ұлды айнала қарап жүр деп. Көрдіңіз ба? Қыз бала деген әрқашан өзінің бауыры болсын, басқа болсын, қамқоршыл болады. Сол үшін мен сізге сендім. Рахмет. Апай, жалпы енді көп ата-аналар айтады, сіздердің қызметтеріңіз то, что жатақханаға орналастырамыз, үйге орналастырамыз, оқуына орналастырамыз дейміз ғой. Жалпы қазіргі мадилардың тұрып жатқан үйлеріне көңіліңіз тола ма? Біздің тауып берген әрине, оқуына, барлығына. Кішкене қысқаша айта кетсеңіз, қалай жалпы үйлерінің жағдайлары, сапасы қандай екен, барлығын? Жатақхана, енді бұрын жатақханада тұрды ғой, Стамбулда. Стамбулда тұрған, бірақ о жерде 8 адам тұрғанда квартирада. 8 адам болды. Көпшілік жерде өңшең ер адам, әрине оның жағдай болмайды. Қазіргі квартирасына көңіл толады, бәрі бар, удобствосын бәрі бар. Әрине одан басқа не керек? Су бар, газы бар, тамақ істеп жейтін жері бар, жататын жері бар, бәрі бар. Енді одан басқа не керек адамға? Рахмет сізге. Сізге көп алғыс, рахмет, бақытты болыңыз, жолыңыз ашылсын. Әмин, апай. Сол, апай, енді көріскенше, оразаларыңыз қабыл болсын. Енді келесі қонақ қаламыз, үлкен рахмет, апай, Аллаға қаласа, иншалла жүз көріскенше. Сау болыңыз, апай, рахмет. Сау бол ғой жаным, бақытты бол.